Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы 40-қа жуық фильм түсіруді қолға алады. Мұнша жоба үшін бұрын соңды мемлекеттік бюджеттен қаржы бөлінбеген. Туындылардың кейбірін жыл соңына дейін дайындау жоспарланып отыр. Ал басым бөлігі келер жылы түсіріледі. Татарстан және Венгриямен бірлескен картиналары жарыққа шығады. Сонымен қатар жеңіс құрметіне арналған бірнеше фильм әзірлеу көзделіпті. Дегенмен киноиндустрия өкілдерінің айтуынша түсірілім жұмыстары мүлде тоқтаған емес. Производители пошли навстречу. Кино түсірушілер коронавирус инфекциясына қатысты қалыптасқан қиын жағдайға қарамастан түсіністік танытты. Өздерінің өндірістік бюджетін қысқартты. Кейбір картиналарға кететін шығынды 5%-тен 20%-ке дейін азайтты. Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының өкілдері кинотеатрлардың тезірек ашылғанын қалап отыр. Себебі коронавирус пандемиясы салдарынан бұл сектор миллиардтаған шығынға батқан. 7 мыңнан астам адам жұмыссыз қалған көрінеді.